Сонымен, құрметті студенттер, бүгінгі сабақта біз сіздермен мұғалім портфолиосы туралы өтеміз. Жалпы, біріншіден, мен сіздерден сұрағым келіп отыр. Портфолио дегенді сіздер қалай түсінесіздер? Мұғалімге, жалпы сіздер болашақ мұғалім ретінде, сіздерге болашақта осы портфолионың керегі бар ма? Және мұғалім портфолиосы дегенді жалпы өздеріңіздің көз алдыңызда қалай елестетесіздер? Кім жауап береді осы сұраққа? Ал Айгерім. Жалпы мұғалім портфолиосы бұл әр мұғалімге керекті құжат болып табылады. Мен ойымша, мұғалім портфолиосында тек қана мұғалім жетістіктері ғана емес, ол мұғалімнің жұмысының жемісі көрсетіледі. Мұғалім портфолиосын жалпы электрондық оқулықтарды жасау үшін бізге қандай ақпаратты коммуникативті құралдар қажет деп ойлайсыздар? Жалпы біз енді ақпаратты коммуникативті технологиялар деп айтқан кезде біз оларға электрондық оқулықтар, жаңағы ақпарат, осы кабинетте ақпараттандыру үшін пайдаланатын технологиялар, жаңағы интерактивті тақталар, мысалы қазіргі таңда ноутбуктар болсын, ақпаратты коммуникативті технологияларға пайдалана аламыз. Жарайды. Ал портфолио жасау үшін? Портфолио жасау үшін алдымен біз компьютердің көмегімен портфолионы дайындауға болады. Яғни портфолиоға тек қана компьютер емес, сонымен қатар интернеттің көмегінде пайдалануға болады деп ойлаймын. Жақсы, жарайсыздар. Мен сіздерге қазір өзімнің портфолиомның жасалу үлгісімен таныстырамын. Сіздер алдарыңызда тұрған ноутбуктың көмегімен өздеріңіздің шығармашылық портфолиоларыңызды жасап үйренесіздер. Естіп пе? Бұл портфолионы сіздер веб-сайт бағдарламасы арқылы өздеріңіздің ноутбуктарыңызды қолдана отырып жасауларыңызға болады. Портфолионы көріп тұрғандарыңыздай бірінші бөлімде, яғни мұғалімнің аты жөні, мұғалімнің жаңағы жеке құжаты екендігі таныстырылады. Екіншіден, жалпы мәліметтер бөліміне келетін болса, сіздердің өмірлік ұстанымдарыңыз, жалпы ертең мектепке барғандағы түйіндемелеріңіз және сіздерге арналған жеке мінездемелерді жазып қоюға болады. Келесіде жаңағы осы колледж қабырғаларында өткен практикаларыңыздың, машықтанудың қорытындылары немесе оның жетістіктері жөнінде сіздер осындай түрде портфолиоға жаңағы ақпараттық құралдардың көмегімен енгізіп салып қоюларыңызға болады. Қазір енді алдарыңыздағы ноутбуктарды барлығын ашып, осы үлгідегі немесе өздеріңіздің шығармашылық көзқарастарыңыз бойынша сіздер маған осындай түрдегі портфолионы жасап өзімнен өткізген ашық сабақтарым. Ал сіздер, мысалы, машықтануда өткізген өздеріңіздің сабақтарыңыздың суреттерін салып қоюларыңызға болады. Портфолионың енді ғана бастамасын 3 бөлімге бөліп мен туралы мәлімет, машықтану жұмысы және менің жетістіктерім. Портфолионың басты бетінде портфолио жасаған адам туралы мәлімет болады. Яғни осы педагогикалық колледжінің М44 тобының студенті Қазыбаев Расул Манасовтың портфолиосы және оның қасына өзімнің фотомды қойдым. Мен жетістіктеріме келетін болсам, мен өз жетістіктерімнің 4 жыл бойы оқыған 4 курсқа бөлдім.
себебі тек қана өзім туралы мәлімет емес, бізге арналған курстық жұмысымызды тағы басқа жұмыстарды осы бағдарлама арқылы көрсетуге болады.